Баршаңызға сәлем достар. Мен міне балапандарды, тауықты, әтештерді, патуқты түсіндірем. Бізде білесіздер, бағана бізде жаңбыр жауған. Достар, сізге бір жаңалық бар. Жаңа осы қара тауықпен мынау прям төбелескен. Айтайын ба, кім жеңді? Мына прям жеңді. Сосын тағы да екінші рет мен үйде болған кезде төбелескен ба? Мұнан қараңыздар, төгіп тастаған ғой. Төбелескен ғой, онда мен үйде болған сонда екеу. Мына кім жеңді екен білмеймін. Төбелестірейін ба достар қайттан? Қораға кіруге қорқып тұр ғой. Кіш, кәне кіш, қораға кіш. Қора, достар, қораға кіргізем. Қораға кіргізем. Қараңыздар. Кіріңдер, қораға. Кіріңдер. Қораға кіріңдер. Қораға кіріңдер. Кіріңдер қораға. Дым істемейін. Өтірік достар, өтірік. Кір. Күшті болады. Кір, сан жем дайындап қойды. Сендерге жем. Кір. Кіріңдер, жем дайындап қойды. Ой, достар, әл төбелеспейді. Өз кірген соң төбелеседі ғой. Ара жүр достар. Сол достар, бүгін мен андай кешке жаққан осы браманың астына ламан браун деген тауықтың жұмыртқасын салам. Қазір астына бір қара тауықтың жұмыртқасын салып қойғам. Бүгін андай бір ламан браун деген тауықтың жұмыртқасын салам. Ол тауықтың жұмыртқасы қып-қызыл. Қоңыр емес ол, мынандай, бірақ ол қып-қызыл. Сондай. Ол андай қызыл тауық шығады түсін. Әтеші ақ болады. Тауығы болса қып-қызыл болады. Қоңыр дегенде қып-қызыл қоңыр. Сондай болады. Сондай ламан браун жұмыртқасын саламыз бұның астына. Мына тауық жатыр. 5 балапанмен. Көсетші 5 балапанды. 5 балапан көсетші. Міне 5 балапанмен жүр.